ғылым деген бір оңай нәрсе емес. Ол жерде де үлкен жаңағыдай аяқтан шалушылар, ол жерде де бір-бірін жаңағы қарама-қарсы пікір айтушылар, әртүрлі жаңағы нелер болады. Ол мүмкін жақсы да шығар. Оппоненттер болады, ол мүмкін жақсы да шығар, ол мүмкін шығар. Енді біз енді жалпы біздің ұлтымыз, біздің халықтың, біздің қазақтың енді мысалға біз өте жақсы қасиеттер бойымызда өте көп қой, біздің қанымызда бар нәрселер. Мысалға біз неге ұстаз болған жақсы көреміз, неге біз біреуге жақсылық жасаған жақсы көреміз, неге біз біреуге ақша жаңа жомарттық жасаған жақсы көреміз. Яғни осылардың барлығы белгілердің барлығын жаңа генетический уровне, жаңа генетикалық деңгейде соларды сәл оятуымыз керек. Солардың мынау ұйықтап жатқан гендерді жаңағы сәл оятып, соларға мына клетканың деңгейінде көрсетіп жасап беретін болсақ, олар келешек мүмкін одан кейінгі ұрпақ. Мен қазір айтып жатқан себебім сол күнде сабақ сайын қақсап отырамыз мысалға. Енді жаңағы қазіргі мынау боятындар, өздеріңе есеп беріңдер. Күнде кешке жақын есеп бер, өзіңе алға қарай ертеңгі неңді. Енді оны қазір былай айтуға болады. Келешекте сіз жақсы жаңағы жігітке тұрмысқа шығып, материалдық жағдайыңыздың жақсы болғанын қалайсың ба? Иә дейді. Мысалы 4-ші курсқа келген бала, қыз бала. Иә, олай болатын болса, көкем сен мықты маман болуың керек. Сол кезде автоматты түрде сіздің жаңағы материалдық жағдайыңыз жақсарады, сіз жақсы жігіттер сізге көз салады, және де жақсы сіз өзіңіз ортаңызда өзіңізді дамытасыз, сіздің беделіңіз жақсы болады. Сіз сол ғылым арқылы. Енді қазір жастарды қызықтырудың жалғыз жолдарының бірі сол оларды бір материалдық мысалы келешектегі болашағыңды осындай жақсы бағытқа бұрғың келе ма, немесе жақсы жағдайда өмір сүргің келе ма, немесе бір әлемдік деңгейдегі адамдармен бір терезесі тең деңгейде жүргің келе ма деген сияқты мәселе солар арқылы балаларды қызықтыруға. Өйткені не арқылы, гаджет арқылы олар барлығын көріп отыр, біліп отыр.